Джозеф Мёрфи 1881 жылдан 1981 жылға дейін өмір сүрген Ирланд-американдық жазушы. Өмірінің соңғы 50 жылын халыққа лекция оқуға арнаған тәлімгер. Артынан 34 кітап жазып қалдырып кеткен жазушы. Оның ең атақты кітабы сіздің түп санаңыздың күші. 1962 жылы жарыққа шыққан бестселлер кітап. Әлі күнге дейін сіздің түп санаңыздың күші сұранысқа ие туынды. Өзгерістердің барлығы жақсы ой ойлаудан басталады дегенді ұран еткен бестселлер оқығанға, қабылдағанға жеп-жеңіл. Әлем бойынша қаншама адамның өмірін өзгерткен кітапта айтылған құнды ойларды іріктеп оқырман назарына ұсынады. Түп сана сіздің ағзаңыздың құрылысшысы. Ол сізді ауру сырқаудан құлан таза айықтыра алады. Күн сайын түнде денсаулығыңызды мінсіз екендігін ойлап жатсаңыз, түп санаңыз ойлағаныңызды өмірге айналдырады. Сіздің түп санаңыз барлық мәселенің жауабын біледі. Ұйқыға жатарда маған ертең таңғы 6-да ояну керек десеңіз, ол сізді тура уақытында оятады. Ешқашан мен мынаны сатып ала алмаймын немесе қолымнан келмейді демеңіз. Түп санаңыз сөзіңізді іліп алып кетіп, шынымен де жағдайыңыздың нашар болуына күш салады. Үнемі түп санамның көмегімен менің қолымнан келмейтін дүние жоқ деп сенімді түрде айтыңыз. Өмірдің заңы ол сену және сендіру. Өзіңізге азап не ауырсыну алып келетін ойларды ойламаңыз, олардың жүзеге асуы мүмкін екендігіне сенім артпаңыз. Түп санаңыз сізді емдей алатынына, қамқорлық жасайтынына күмән келтірмеңіз. Себебі ойлағаныңыз өмірге айналады. Тағдырды өзгерту үшін ойыңызды өзгертіңіз. Аузыңыздан шыққан әр сөзге абай болыңыз. Жолым болмайды, жұмысымнан айырыламын. Жалға ала алмаймын, ақшасын төлей алмаймын демеңіз. Түп санаңыз әзіліңізді түсінбейді. Ол кез келген ойды бұйрық ретінде солай болуы керек деп қабылдайды. Сіздің уайымыңыз іске аспаған армандарыңыз. Егер сіз күн сайын қиындықтар мен мәселелер туралы ойлай берсеңіз, өз бағыңызды байлайсыз. Бәрі сәтті аяқталғанын, бар қиындықтар артта қалғанын ойлаңыз. Солай болғанына қуаныңыз. Қиялыңыз бір күні өмірге айналады.